Мәссаған қыздар, бүгін ұялмай қызармай сағат 11-де ұйқыдан тұрдым, себебі енем Алматыға келген, содан кейін бұтыма шортики басықпай жүрген жайым бар. Бала шағаны бірінші тамақтандырып жатырмын. На балам деген алдына не слюнявчигін тақпайды, тағатын болсаң жылайды. Қазіргі балалар айтамды, бізден пысық қой деп ойлайсыздар ғой. Сосын енем айтады, как всегда четверг, жұма күндері иш шығарып, обязательно жет-желпек пісіріп, бауырсақ пісір деп негізі кеше пісіруім керек болған, сондықтан бүгін пісіріп жатырмын. Балалар үйде болғандықтан кішкене блины жасап берейін дедім. Біріншісі осылай всегда үзіліп жыртылып шығады ғой. Жалғыз менде ғана ма сондай, или сіздерде сондай болып тұра ма? Сосын кейінгісі әйтеуір более-менее болады. Негізі көп жасай бермесең кейде қолында дұрыс шығып кете ма, солай сияқты. Содан кейін балаларыма беріп жатырмын перекусқа деп. Кішкентай балам жүгіріп келіп, как всегда барлығын маған бер деп оған бердім. Екінші балам әкеп бер өзін дейді ғой. Айтам, үлкендер сондай бір ерке бола ма? Сон балалар ұйықтағаннан кейін бауырсақтарымда көтеріліп қапты, бауырсақтарымды пісіріп алайын дедім. Негізі әшейінде әдемі болып шығатын, что-то бүгінгілер настроениеге жоқ па, біртүрлі болып шығып жатыр. Сосын кішкене самса жасадым. Бүгін негізі қамырдың күні болып кетті ма бір нәрсе, сондықтан кешке палау басайын дедім. Үйде осындай сары морковь бар етін. Негізі сары морковьпен қыздар өте дәмді болады екен негізі. Мен де анда-санда сөйтіп жасап тұрам. Сон бір қора ыдысты жуайын дедім. Целый день папамыз келсе ана шошып кететін шығар. Сонымен ыдыстың барлығын жуып тазалап біткенше әйтеуір бір күндік уақытын өтеді. Негізі үйде отыра берсең солай болады екен. Негізі сол себепті ертерек жұмысқа шығып кеткен дұрыс сияқты деп ойлап жүрмін.